Қайырлы күн, құрметті оқушылар, әріптестер, басқа да көрермендер, GeoGogs каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз 7 сынып бойынша жаңа тарауды бастаймыз. Ол тарау бізде ел тану тарауы, ол 4-90 соңғы тарау есептеледі. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ол елдердің физикалық географиялық орнын сипаттаймыз. Физикалық географиялық орнын сипаттауда бізде бүгінгі сабақтың мақсатына тоқталатын болсақ, онда біз қарастырамыз физикалық географиялық орнын анықтаймыз. Екінші, соған байланысты орналасу ерекшеліктеріне байланысты топтастырамыз. Енді бүгінгі сабақтың алғашқы сұрағына тоқталатын болсақ, ол бірінші бізде жер бетінде орналасқан кез келген нысанның анықтаудың дәстүрлі және заманауи түрлерін ата дейді. Енді дәстүрлі түрін біз оны білеміз. Оны біз 1-90-да өткенбіз. 1-90 бізде картография тарауында және картада немеде географиялық координат анықтау біз білеміз. Сол негізгі ол неме және ендік бойлық арқылы біз не істейміз? Кез келген нысанның орналасқан жерін анықтай аламыз сол арқылы. Енді қазір заманауи тұрғыда бұның түрлері енді өздерің білесіңдер, телефонда орнатылған және функциясы бар біз білеміз, GPS немесе геолокация деп аталады. Енді жалпы бүгінгі сабақтың негізгі ұғымына тоқталатын болсақ, ол географиялық орын. Географиялық нысанның жер бетіне қатысты орны болып есептеледі ұғымы. Бұл жерде сендерге қойылатын тағы бір не, ол мекен-жайдың маңыздылығы. Не себептен кез келген қаланың тұрғыны болсын, басқа да бір елді мекен тұрғыны болсын, өзінің жеке меншік мекен жайы болады. Соның маңыздылығына бір ойланайық, соны түсіндіре кетейік. Келесі кетті, енді келесі ой қозғау дейді, елдердің физикалық географиялық орнын анықтауда нелерді ескеру қажет дейді. Бұл жерді қарап отыратын болса, бізде бастапқы қойылған сұрақ, бұл жерде елдің орнын анықтауда бізде физикалық географиялықты еске алу керек. Яғни бұл жерде айтатын болса, табиғи жолмен немесе сипаттаймыз. Сол кезінде бізде қарастыратын болса, жалпы бізде бірінші ол экваторға қатысты орны анықтаймыз, яғни ендік бойынша. Екінші бас меридиан қатысты орны бойлық бойынша. Яғни бұл жерде неге экватор, неге бас меридиан, соған байланысты біз не істейміз, және қай жартышарда орналасқанын анықтаймыз. Солтүстік жартышарда ма әлде оңтүстікте ме, немесе меридиан бойынша шығыста ма, батыста ма деген секілді жартышарда. Ары қарай мұхиттардың теңізге қатысты орны, яғни мұхитқа шыға ма, шыға алмай ма деген секілді, немесе шайып жатыр ма деген секілді теңіз. Ары қарай жер бедері, жалпы жер бедерін бұл физикалық картадан анықтаймыз. Жер бедері қандай? Таулы аймақ па, жазықты аймақ па деген секілді. Келесі тектоника тақталар жүйесіндегі орны дейді. Бұл жерде айтатын болса, егерде елді мекен таулы аймақта орналасатын болса, ол жерде автоматты түрде жәнегі тектоникалық тақталардың кездесетін аймақ болып есептеледі, оны да ескереміз. Келесі су ресурстарының болуы және сипат дейді, яғни сол елдің территориясында орналасқан және ірі өзендер мен көлдерді ескереміз. Одан кейін табиғат зоналарына қатысты орны, яғни бұны климаттық картадан анықтай отырып біз не істейміз? Қандай табиғат климаттық белдеу басады, және қандай табиғат зоналар бар, оны да анықтаймыз. Сонда бәрін қарап отыратын болса, бұл жерде ешқандай неме жоқ бізде. Жасанды нысандар жоқ, барлығы табиғи нысандар болып есептеледі. Келесі кеттік, енді мына жерге көз жүгіртетін болса, бұл жерде сызық бізде берілген. Бұл экватор сызығы, жер шарын екіге бөледі, солтүстік, оңтүстік жартышар деп анықтаймыз, және елдің қатысты орнына қай жерде орналасқан. Бас меридианға байланысты және орналасуын қарастырамыз. Шығыс жартышардан, батыс жартышардан деген секілді. Енді келесі бізде картаның жұмыс, саяси картаны қолдана отырып бізге не істеу керек? Экватор сызығының бойында орналасқан мемлекеттерін анықтап, олардың тізімін құрастырамыз. Неге орналасу ерекшелігін түсіндіру керек. Яғни оның басында орналасуының қандай ерекшелігі бар деген секілді. Яғни бізде экватор сызығы және бізде берілген. Яғни осы сызық бойында және оңтүстік Америкада, Африкада және Азияда қай мемлекеттер, мұхит аралдарда қай мемлекеттерді басып өтеді, соны істейміз, саяси картаны анықтап жазып шығамыз. Батыстан шығысқа қарай. Келесі енді жазып болғаннан кейін бұл жерде негізгі ерекшелікке қарастыратын болса, экватор сызығының бойында орналасқан мемлекеттерді айтатын болса, оның климаты ерекше болып келеді. Жалпы бұл жерде климаттағы айтатын болса, ең басты фактор ол төменгі атмосфералық қысым. Яғни төменгі атмосфералық қысымда бізде не істейді? Ылғалды ормандар қалыптасқан кейін жаңбыр көп жауады. Бізде жәнегі бұл экваторлық ормандардың орналасқан аймақтар болып табылады. Жоғары температура, қыс болмайды. Сонымен қатар, яғни біз джунглиді бар білеміз, ну ормандар болып жатады, және биоалуандылық өте бай болып келеді. Осындай ерекшеліктер бар орналасқан жерлерде. Ол Бразилиядағы Амазонка, және бізде айтатын болсақ, Африкада және экваторлық ормандар, Азияда сондай экваторлық ормандар кетеді.
Келесі енді географиялық орны бойынша мемлекеттерді топтастыру дейді. Бірінші аралық мемлекеттер, екінші түбектік деп бөлеміз, одан кейін архипелагтық, одан кейін материкшілік деп бөліп қарастырамыз. Енді әрқайсысын жеке тоқталып кетейік. Бірінші бізге не істеу керек? Жалпы аралдық деген сөзді біз барлығын білеміз. Гидросфера туралы өткен кезінде арал, түбек, шығанақ, бұғаз деген ұғымдар біз өтіп қарастырып кеткенбіз. Соны еске түсіреміз. Жалпы арал дегеніміз не? Енді не істейміз? Дүниежүзілік саяси картасы қолдана отырып, аралдық мемлекетке 5 мысал жазып келтіреміз. Анықтаймыз, қайсы жатады екен. Ары қарай түбектік мемлекетте, түбек дегеніміз білеміз, яғни бұл жағында шағын су шайып жатады, теңіз немесе мұхит, бір бөлігі құрлыққа жалғасып жатады. Бұнда дүниежүзілік физикалық картадан қолдана отырып түбекке 5 мысал жазу керек. Енді саяси картаны бірден іздесеңдер қиындау болатын шығар. Ең алдымен оңай болу үшін физикалық картаны ашамыз. Дүниежүзі бойынша немесе материк бойынша мысалы ашып шығамыз, одан кейін материктің шеткі жағалауларын қарап шығамыз. Осы жағалауларында түбектер орналасса, сол түбектің атауына байланысты не істейміз? Мемлекеттер анықтаймыз. Мысалы Евразиядағы Үнді Қытай түбегіне қарайтын болса, Үнді Қытай түбегінде өте көп бізде мемлекеттер орналасқан, солар жазып шығамыз. Сол сақал және Европа жақта қандай түбек орналасқан, яғни сол түбектерге қарай отырып біз не істейміз? Мемлекеттер анықтап тізімін құрастырамыз әр құрлық бойынша. Келесі архипелагтық мемлекетте, архипелагтың сөзі барлығымыз білеміз, бұл жерде жалпы бұл аралдардың құрама командасы табылады, көптеген аралдардың. Саяси картаны қолдана отырып бізге істеу керек 5 мемлекетке 5 мемлекет мысал келтіреміз. Архипелагқа қайсы болып есептелген, мына жерде подсказка берілген, суретте бізде Индонезия мемлекеті көрсетілген. Содан бастап бұның қасында да көршілес мемлекеттер бар, оларды мысалы келтіріп не істейміз? Жазып шығамыз. Келесі атайтып тұрғанда материкшілік мемлекеттерде саяси картаны қарап отырып, материкшілік мемлекетте 5 мысал келтіреміз. Мысалы Қазақстанды келтіретін болса, Қазақстан бір ерекшелігі материкшілік деп аталу себебі, өйткені ол неге шыға алмайды? Теңізге не мұхитқа шыға алмайды, яғни айтатын болса, жан-жағын басқа мемлекеттер қоршап жатқан мемлекеттер осы себептен бұны әр құрлықтан анықтап шығамыз, қандай мемлекеттер бар екен. Енді жалпы бізде қарастырып кез келген мемлекет материкте орналасуын біз білу керекпіз. Қай бөлігінде материктің, қай жақ шығысынан, батысынан, солтүстігінен деген секілді. Осыған байланысты келесі тапсырма беріледі. Келесі тапсырма бойынша мұнда тарту материал, тура сол материалдарды және алдағы өткен немелер бойынша жіктеп шығамыз. Мұнда бірінші мемлекеттерді тізім бойынша түбектік, аралдық, архипелагтық мемлекет, материкшілік мемлекеттер дейді. Енді басында біз анықтадық картаны, енді берілген мемлекеттерді барлығын қойып шығамыз кестеге. Келесі, енді мына карта бізге таныс карта, бұл литосфералық тақталардың картасы болып есептеледі. Біз оны бірінші тоқсанда өткенбіз. Тақталардың жалпы арнайы тақырып болған, соны еске түсірейік. Енді бұндай аймақтарда және литосфера шекаралы аймақтарда бізде және қандай үдерістер жүр, соны еске түсірейік. Соған байланысты не істейміз? Және сызықтарға, қызыл сызықтармен берілген, сол сызықтарда қандай мемлекеттер орналасқанын анықтап шығу керекпіз. Картамен жұмыста саяси картаны қолдана отырып, литосфера тақталарының шекарасында орналасқан мемлекеттер анықтап тізімін құрастыру керек. Яғни орналасу ерекшелігін түсіндір дегенде, бұл жерде біз не істеу керекпіз? Осы жерде орналасқан мемлекеттер қандай табиғи қауіп-қатерге айтатын болсақ, енді қауіп-қатерлер жоғары аймақ болып есептеледі, соны анықтаймыз қандай түрлер екен. Және қай мемлекетте ол жиі болады деген секілді. Келесі, енді география орналасуының тағы бір түрлеріне тоқталатын болсақ, ол бұл жерде физикалық тұрғыдан қарастыратын болсақ, кейбір елдерде шөлдер басым елдер болып есептеледі. Яғни біз білеміз, әлемде үлкен шөлдер, мысалы әр құрлықта орналасқан, мысалы Африкадағы Сахара, немедегі Евразиядағы Гоби шөлі деген секілді. Соған байланысты шөлдер орналасқан мемлекет елдердің жалпы ерекшелігі ол құрғақ климат болып есептеледі. Шектеулі су ресурстары өте аз, өйткені буланушылығы өте жоғары, табиғи ресурстардың аздығы. Сонымен қатар сирек қоныстаған ішкі аудандар, яғни бұл жерде халықтың тығыздығы төмен болып келеді. Көбінесе жәнегі сулардың, су нысандарының көздерінің бойларында орналасады. Келесі тауларда екінші бір ерекшелік, кейбір мемлекеттер территориясы жаппай таулар жатады. Соған байланысты ол жерде күрделі жер бедері болып есептеледі. Неге күрделі? Өйткені ол жерде шаруашылық жүргізгенге, тасымал жүргізгенге, жол салуға өте қиындықтар туғызады. Яғни бір сөйткен кезінде ол жерде инфрақұрылымды дамытуға біраз қаражат бөлуді қажет етеді. Тасымалдаудың қиындықтары.
Екінші биіктік белдеудің климаты, біз білеміз биіктік белдеудің климаты яғни тұрақсыз, әрдайым ауысып отырады. Одан сейсмикалық қауіпті аймақ болып табылады. Енді жалпы бізге келесі таблица береді. Бұл кесте бойынша үйге тапсырманы жасаймыз. Бұл тапсырма бойынша бізде бірінші мысалда Египет көрсетілген, қай материкте орналасқан, географиялық орналасуы жазылған, мына жерде қалай жазылған. Одан жер бедерін мысалдар келтірілген, климат мен табиғат белдеуі жазылған, одан ерекшеліктер. Сол сақылды бізге Бразилия, Швеция, Индонезия мемлекетін картаны анықтай отырып, осылайша сипаттамасын беріп шығамыз. Енді сабақтың басында жаңа біз қарастырып кеттік, кез келген елдің физикалық географиялық орнын анықтауда бізге неге тоқталу керекпіз, қандай факторларға. Бірінші, экваторға қатысы бар. Не себептен біз экваторға анықтау? Біз солтүстік шаршада орналасқан анықтадық. Негізгі мәселе ол жерде күн радиациясы мөлшерін анықтайды, яғни климаттың қандай деген. Климатта экономикаға әсер етеді, соны ескерейік. Екінші, меридианға қатысы орны, бұл жерде уақыт белдеулері мен материк орналасуын анықтайды, яғни материктің шығысына ма, батысына ма, қай уақыт белдеуде жатқанын анықтаймыз. Ары қарай мұхиттар мен теңіздер қатысы орны бойынша біз қалыпты климат, мысалы халыққа әсер етеді. Өйткені айтатын болсақ, мұхитқа жақын орналасатын болса, мемлекет оның климаты ылғалды болып келеді. Егер құрлықтың ішіне орналасатын болса, ол жақта климат құрғақ болып келеді, қысы суық, жазы ыстық деген сақылды. Жер бедеріне байланысты. Бұл жерде климаттың мен су жүйелі топырақтың ерекшеліктерін анықтайды. Яғни таулы жер ма, жазық жер ма деген сақылды. Ары қарай тектоникалық тақталардың жүйесінің орны дегені бұл жерде жанартауларға жер сілкінісі әсер етеді дейді. Ары қарай су ресурстарының болуы және сипаты, бұл жерде халық пен шаруашылықтың таралуына әсер етеді. Халық қоныстануына негізгі факторлар. Табиғат зоналарына қатысы орны дегенде бұл өсімдіктер мен түрлердің жануарлар дүниесін, одан шаруашылық түрлерін дамытуды анықтайды. Жақсы, енді бүгінгі сабақ түсінікті болмаса канал қолдау білдірейік. Канал бойынша ақпарат басқаларына таратайық. Назарларыңызға рахмет.